Менің ойымша, егін егуден бұрын мал бағу пайда болды. Неге? Алғашқы адамдар аңшылықпен және терімшілікпен айналысты. Кейін олар жабайы жануарларды қолға үйретіп, мал бағуды бастады. Бұл үшін тұрақты жерде күрделі құрал да аса қажет болмады. Ал егін егу үшін адамдарға жер өңдеуді, тұқым сақтауды, бір жерде ұзақ уақыт қоныстануды үйрену керек болды. Бұл кейінірек қалыптасқан дағды. Сондықтан тарихта алдымен мал бағу, содан кейін егіншілік дамыды деп есептеледі. Неге адамдар егіншілікпен айналыса бастады? Адамдар азық-түлікті тұрақты алу үшін егіншілікпен айналыса бастады. Аңшылық әрдайым сәтті болмады, ал егіншілік адамға өз тамағын өзі өсіруге мүмкіндік берді. Егіншілікпен айналысу үшін қандай жағдайлар қажет? Құнарлы топырақ, су, жауын-шашын, өзен, суару, жылу мен күн сәулесі, еңбек құралдары, адам еңбегі. Суреттерді екі топқа бөлу. Бір топ бұрынғы егіншілік, қол еңбегі. Екі сурет, 4 сурет. Адамдар жерді қолмен өңдеп жатыр. Екі топ қазіргі егіншілік техникамен. Бір сурет, 3 сурет, 5 сурет. Трактор, комбайн, заманауи техника. Топырақты өңдеуге арналған құралдар қалай өзгерді? Бұрын адамдар жерді қолмен, қарапайым құралдармен өңдеді. Қазір егіншілік трактор, комбайн сияқты техникалардың көмегімен атқарылады. Бұл жұмысты тез әрі жеңіл етті. Егіншіліктің жеміс ағаштарын өсірумен айналысатын түрі бақшылық деп аталады. Қысқаша, бақшылық жеміс ағаштары мен жидектер өсіру. Бақша шаруашылығы көкөніс, гүл, шөп өсіру. Яғни жеміс ағаштары бақшылықтың жұмысы. Жерді тыңайту, бір жылға бос қалдыру, топырақтың құнарлылығын сақтау үшін жасалады. Неге? Бірдей өсімдік әр жыл сайын бір жерге егілсе, топырақ тез құнарын жоғалтады. Тыңайған кезде топырақ тынығады, қоректік заттары қалпына келеді. Бұл келесі егіннің жақсы өсуіне мүмкіндік береді. Бір топырақ дегеніміз жердің үстіңгі құнарлы қабаты. Себебі топырақ өсімдіктерге қажетті қоректік заттар мен су сақтайтын қабат. Екі бақтағы өсімдіктерді қай топырақта өсіруге болмайды? Құм топырақта. Себебі құм топырақта су мен қоректік заттар аз, өсімдіктер дұрыс өспейді. Неліктен жерді жер ана деп атайды? Жер өсімдіктерді, адамдар мен жануарларды тамақпен қамтамасыз етеді, қоректік зат береді. Сол себепті жерді ананың қамқорлығы сияқты қоректік және тіршілік беруші деп атайды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.